Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сары майдың пайдасы туралы ақпараттармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сары май ол тарихтан бері ата-бабамыз күнделікті тұрмыста пайдаланып келе жатқан, қоректік қуаты мол, шипалық қасиеті зор, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан қасиетті азықтардың бірі. Бұл күндері осы киелі астың қадірі кетіп, таза, табиғи қасиетінен айырылып барады. Сары май өзінің қоректік құнымен адамзаттың қажетін қанағаттандырып қалмастан, шипагерлік саласында да өзіндік рөлін әйгіленіп келеді. Мысалы, адам денесіндегі қан қоюлық байқалса, таңертеңгі аста сары майды қалыпты деңгейде тұтынса, денедегі қан түйіршіктерін ыдыратып жібереді екен. Сары майды үздіксіз тұтыну қан қоюлық ауруының алдын алып қана қоймай, қантты несеп ауруына ем болатын шипалы дәрі есептеледі. Әсіресе қазақтар ерте кезден сары майды пайдаланып, буын ауруын емдеп келген. Мұнда буын қабыну ауруына тап болған адамның буынына сары май салынған қарынды тарту арқылы емдеген. Іші қатқан ересек адамдар мен сәбилерге де сары майды ерітіп ішкізген екен. Қазақ шипагерлерінде жара болған орынға сары майды ерітіп жақса, жарақаттың аузын жұмсартып, ауырғанды басып, тез қалпына келуіне көмектеседі екен. Қазақ дастарханынан қысы-жазы түспеген тағамның бірі қолдың сары майы. Астың да, нанның да дәмін келтіретін майдың арнайы ерітілген түрі әсіресе қыста ерекше сұранысқа ие. Кейбір жерде күйдірілген деп аталатын бұл сары майды емдік мақсатта да қолдануға болады. Тең мөлшерде балға араластырылған күйдірілген сары май иммунитетті көтеретін мықты табиғи құрал. Ол үшін таңертең жылы сүтке араластырып, аш қарынға ішсеңіз болғаны. Ол кеудедегі қақырықты босатады, ішектердің жиырылу қасиетін реттейді, іш қатуын болдырмайды, иммунитетті көтереді. Сүйектердің беріктігіне көмегі бар. Ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады. Жасушаларды жанарту арқылы ағзаны жасартады. Кемі 3-5 ай жалғастырған жағдайда оң әсері байқалады. Қазағымның қыстыгүні суықтап қалған балаға беретін ең бірінші дәрісі де осы май қосылған сүт екенін білеміз. Дәмді де сіңімді бұл сусын әлсіздікті жеңуге, ағзадағы суықты қууға қауқарлы. Бал қосылған қолдың сары майы жүйке жүйесіне де оңды әсер етеді. Жасы 60-тан асса да бетіне әжім, шашына ақ түспеген, көзі өткір, тісі сау, қимыл қозғалысы еркін үнді бишілерінің бірі Ресейдің әйелдерге арналған бағдарламасына қонақ болған екен. Сонда жүргізуші 60-тағы бишінің 30-ға жетпеген сұлудай, мінсіз дене бітімінің сырын сұрайды. Үнді сұлуларының көбі күйдірілген сары майға бал, жаңғақ, кептірілген өрік, мейіз, жер жаңға қосып, жейтіні тамақтанушыларды таңғалдырады. Зерттей келе олар майдың бұл түрі А, В, 2 витаминдеріне бай, холестерин деңгейін төмендететін, тамыр қабырғаларын тазартатын, зейінді арттыратын, сіңімді әрі өте пайдалы деген шешімге келген. Күйдіру, яғни еріту барысында майдың құрамындағы су толығымен жойылады. Сондықтан май ағзаға іркілмейді, қайта ішек пен асқазанды тазартады. Айтпағымыз, суық маусымда күнделікті таңертең сүтке 50 грамм күйдірілген май қосып ішуді әдетке айналдырыңыз. Пайдасы шаш етектен.